14 наурыз көрісу күніне арналған амал келді, жыл келді думанды мерекелік салтанатында бас қосып отырмыз. Осы көрісу күніне арналған алғашқы құттықтау сөзі Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің басқарма төрағасы ректоры Қарабасова Лаура Чапаевнаға беріледі. Құрметті әріптестер, құрметті филология факультетінің ұжымы, басшылығы, бүгін енді күн әлі де болса салқын болғанымен сіздің қабылдау жылы ықыластарыңыз өте жылы, мына жердегі атмосфера өте жылы әрі қонақжай. Енді бір факультеттен асып түсіп жатыр негізі. Бір факультетке бардық, екіншісіне бардық. Енді бүгін таң қалдыруды тоқтатпай жатырсыздар. Енді ең бастысы әріптестер, бүгін енді біздің батыс өңірінің ерекшелігі басқа өңірлерге қарағанда бізде наурыз сәл ертерек келіп жатыр. Ақтөбеден алыс шыққан кезде ғана түсінесіз, негізі осындай біздің батыс өңірінің ғана ерекшелігі бар екендігін. Бүгін енді шынымен де ұжымның бірлігі артатын күн, бүгін бір-бірімізге жақсы тілек айтатын күн. Енді басында біз Есбол Есенбаевичке осындай этно-стильде тимбилдинг ретінде наурызды өткізсек қалай болады деп ұсыныс тастап едім. Ол кісі бірден алып кетті. Оны сіз ұжымыңызбен қоштадыңыздар, қолдадыңыздар. Енді наурызда көжені барлығы ішеді, бауырсақты жейді, бірақ мәселе ода емес. Мәселе бірігіп тағам дайындауда, бірігіп көңіл көтеруде, бірігіп бір-бірімізге жақсы тілек айтуда. Сондықтан құрметті әріптестер, құрметті жастар, студенттер, отбасыларыңыз аман болсын. Наурыз сіздерге тек құт берекесімен, бірлігімен ғана келсін. Таң сібірлеп атысымен көрісу мерекесін асыға күтіп отырған әрбір отбасы алдын ала дайындалып қойған. Міндетті түрде бауырсақ пісіріп, дастарханға тәттісін қойып қояды. Отбасының кішілері үлкендеріне қос қолын беріп көрісіп шығады. Бір-біріне бір жасыңмен дейді. Ол бір жасқа есеюіңмен, осы жылға аман есен жетуіңмен дегенді білдіреді. Содан кейін әр отбасы көршілерімен көріседі. Жасы кіші отбасы мүшелері жасы үлкен жанұяларға кіріп көрісіп шығады. Наурыз тойы тамаша, наурыз тойы жаңаша, табиғат та тамаша, тамылжып тұр жараса. Наурыз келді еліме, наурыз келді жеріме, байлық бақыт тілеймін бүкіл қазақ еліне. Біздің қазақ халқы қуанышта, тойда, думанда, ырысымыз, несібеміз мол болсын деп шашу шашқан. Ендеше бүгінгі мерекенің шашуын шашайық. Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік университетінде үлкен амал мерекесі көрісу тойы болып жатыр. Маған енді наурыз көжені қалай пісіресіз, қалай дайындайсыз деген сұрақ қойып тұр екенсіз. Менің енді бала кезімнен есімде қалған, дәмі әлі күнге дейін аузымнан кетпейтін өзімнің анамның дайындаған наурыз көжесі. Әлі күнге дейін сол анамның пісірген наурыз көжесінің дайындалу рәсіммен дайындаймын. Ол үшін қыстан қалған, әрине біздің балалық кезімізде ет мол болғанменен, сол еттің мол болса да сол сүр етті қазанның түбіне сақтап, кебеженің түбінде етті сақтайтын болған. Сол сүр етті қазанға салып, әбден бабына келтіріп қайнатып, ет піскеннен кейін барып, оған 7 түрлі дәм қосатын болған. Кейін сол көжені салқындағаннан кейін барып сүт құйып, үстіне ағарған ретінде одан кейін бәрімізге ұсынатын. Мен де осы есеп неменен пісіремін және әлі күнге дейін сол көженің дәмі менің аузымда тұр. Сонда сіз құрт, тағы басқа тары қосасыз ба? Тағы не қосасыз 7 түрлі дәм дегенде қазіргі кезеңде? Үйде енді тары, түйілген бидай, одан кейін мейіз болса, ол кездерде қара мейіз емес, сары мейіз болатын. Содан кішкене ұн қосып жіберетін. Содан кейін ағарған. Енді қазіргі жағдайда, қазір көпшілігі айран, құрт қосамыз деп жатыр, бірақ менің түсінігімде наурыз көжеге құрт пен айраннан салқындағаннан кейін таза сүт қосқан дәмді болады, тұщы болады, және бір таңдайында майлы бір әдемі сүр еттен жасалған сорпаның ағарған қосылған дәмі аузымнан кетпейді. Сол наурыз көженің дәмі.
Құрметті Әлия әлемі каналының көрермендері, 14 наурыз Амал мерекесі, көрісу мерекесі Жұбанов университетінің филология факультетінде осындай қуанышты жайдарман мереке түрінде аталып өтті. Егер менің видеом ұнаса лүпіл басып, пікір жазып, кері байланысқа шығуларыңызды өтінемін. Сау болыңыздар.